Сәлем озат оқушыларым, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қояйық. Бүгін бізде 97-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. 10 саусақ. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Тілектес болғанда айналар қорғанға. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Не жетсін бірігіп, тілектес болғанға дейді. Яғни өлең не жайында екен? 5 саусақ оң қол, 5 саусақ сол қолда дейді. Барлығы біріксе қорған болады дейді. Яғни бірлікте болу керек дейді. 10 саусақ сияқты. Бірлікте болып, бірігіп, бір-біріне тілектес болғанға не жетсін деген керемет өлең екен. Озат оқушым. Осы өлеңнен сан есімдерді тап дейді. Ол үшін қандай сұрақ қоямыз? Неше, қанша деген сұрақ қойып, сан есімді тауып көрейік, Неше саусақ оң қолда? 5 саусақ. Қанша саусақ сол қолда? 5 саусақ, Яғни неше, қанша деген сұраққа жауап беріп тұрған 5 деген сөз екен. Осылай біз сұрақ қою арқылы сан есімді тауып алдық. Келесі бізде екінші жаттығу. Екінші жаттығуда сөздерді берілген үлгі бойынша жаз дейді. 2 дос. Неше дос? 2 дос. Мысалға, 5-ші қатар. Нешінші қатар? 5-ші қатар. Яғни неше деген сұраққа жауап беретін сөздерді бір қатарға, нешінші деген сұраққа жауап беретін сөздерді екінші қатарға жазып шығамыз. Озат оқушым. Неше? 2 дос. Неше оқушы? 4 оқушы. Неше дәптер? 6 дәптер. Неше өшіргіш? 9 өшіргіш. Яғни осы сөздер неше деген сұраққа жауап беріп, бірінші қатарда жазылады екен, Енді келесі қатарда нешінші деген сұраққа жауап беретін сөздер. Нешінші қатар? 5-ші қатар. Нешінші сынып? 1-ші сынып. Нешінші қабат? 10-шы қабат. Нешінші апта? 3-ші апта. Мінеки сұрақ қою арқылы сөздерді қатарға бөліп жазып алдық. Келесі 3-ші жаттығу. Жақшаның ішіндегі сандарды жақшадан шығарып, сөзбен жаз дейді. Айдардың қояны көжектеді. Ол досына 3 көжек берді. Көршісі Алтынай 1 көжек сұрап алды. Айдардың өзінде 3 көжек қалды. Барлығы неше көжек дейді. Заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қой дейді. Яғни мына жақшаның ішінде тұрған сандарды әріппен жазып аламыз. Мына көрсетіп қойдық. 3, 1 және 3 деп. Кәдімгідей әріптермен жазып шығамыз. Одан кейін осы жердегі заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қоямыз. Ол досына неше көжек берді? 3 көжек берді, Ал көршісі Алтынай неше көжек сұрап алды? 1 көжек сұрап алды. Айдардың өзінде неше көжек қалды? 3 көжек қалды дейді. Сонда барлығы неше көжек болған екен? Қоян неше көжекті көжектепті? 3 көжекті досына берді, 1 көжекті Алтынай сұрап алды, 3 көжек өзінде қалды. Барлығын қоссақ 7 көжек болған екен, озат оқушым. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.